Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай тамағымыз да дайын болды. Енді осы тамағын шынын айтқанда өте керемет. Таңғы асқа сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Әрине, менің видеомды көріп, басынан бастап соңына дейін маған лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Рахмет сіздерге. Осындай тағамды мұны осы күрішімізбен және де жұмыртқамызбен ғана жасаймыз. Мінекей, таңғы асқа мен күрішпен тағам жасайын деп отырмын. Оны жуып тазалап суға салдым. Қазір бір 10 минуттай қайнатып жібереміз. Күрішіміз қайнап жатыр, жайлап. Азырақ тұз салып жібереміз. Мінекей, күрішімізді әдемілеп пісіріп алдық. Дайын болған күрішіміздің үстіне жұмыртқаларымызды құйып шығамыз. Сосын баяу отта қайнатып, тағы бір 5 минутқа пісіріп аламыз. Баяу отта пісіріп жатырмыз. Тағы да тамағымыздың бетіне тағы да сыр дайындап қойдық. Азырақ. Мінекей, енді сырымызды тастап шығамыз бетіне. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай тамағымыз да дайын болды. Енді осы тамағын шынын айтқанда өте керемет. Таңғы асқа сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін.